Мен Ханеева Айғаным Алкемаранқызы, Қоба орта мектебінің 9-шы сынып оқушысымын. Бүгінгі менің таңдаған мамандығым архитектор. Архитектор болашақты жобалайтын маман. Архитектор мамандығын таңдау себептері ең алдымен кеңістік пен формаларға деген қызығушылығым. Одан соң өнер мен техниканың үйлесімі. Архитектура бұл интерактивтілік пен инженерлік ойлауды біріктіретін бірегей мамандық. Архитектура өнерінің мыңжылдық жолын айта кететін болсақ, ең алдымен ежелгі Мысыр, яғни біздің заманымызға дейінгі 2600 жыл бұрын. Пирамидалар сәулетшілері адамзат тарихындағы алғашқы архитекторлар, ғасырлар бойы сақталған керемет құрылыстар. Антикалық дәуір, яғни біздің заманымызға дейін бір ғасыр бұрын. Витрувий архитектура саласындағы алғашқы ғылыми тракт, сұлулық, беріктік және пайдалы принциптері. Осы мамандықтың мазмұнын айтатын болсақ, жобалар және сызба жасау, яғни ғимараттың концепциясын әзірлеу, эскиздер салу, техникалық сызбалар жасау, құрылыс нормалары мен ережелері, сосын клиентпен мердігерлермен жұмыс. Одан соң құрылыс материалдарын талдау, яғни бетон, темір, ағаш, шыны сияқты материалдың қасиеттерін және дұрыс пайдалануын білу, инженерлік жүйелерді есептеу, 3D модельдеу және визуализация, экологиялық талаптарды ескерту. Архитектор бұл тек сызба салушы емес, кеңістік ойлап табушы және адамдардың өмір сүру ортасын құрушы. Осы саладағы әлемдік және Қазақстандағы сәулет шеберлеріне тоқталатын болсақ, ең алдымен Заха Хадид, қисық формалар шебершісі деп атауға болады. Сосын Норман Фостер, жоғарғы технологиялық сәулетшісі. Ал Қазақстанда танымал архитекторлар Астананың көптеген маңызды ғимараттарының авторы Бек Ибраев. Содан соң заманауи қазақстандық сәулетші ұлттық дәстүр мен заманауи стильді үйлестіре білген Марат Тұрлыбеков. Осы саланы таңдағандағы қажетті болатын қасиеттер және қабілеттер ең алдымен кеңістікті ойлау қабілеті. Одан соң математика және физика. Инженерлік есептерді шешу үшін мықты математикалық база қажет болады. Содан соң креативтілік және эстетика, сұлулықты сезіну, түстер мен формаларды үйлестіру, бірегей идеялар ойлап табу қабілеті міндетті түрде қажет. Және де заманауи меңгерлерге міндетті түрде қажет болатын қабілеттің бірі компьютерлік бағдарламаларды білу. Коммуникативтілік, клиенттермен, мердігерлермен, әріптестермен тиімді қарым-қатынас жасау, идеяларды түсіндіру қабілеті. Осы мамандықтың артықшылықтарына тоқталатын болсақ, ең алдымен жоғары жалақыны айтуға болады. Тәжірибелер мамандар айына 500 мыңнан 200 мыңға дейінгі табыс көзін табады. Бұл мамандықта шығармашылық еркіндік бар. Содан соң құрметті мамандыққа жатады. Түрлі жобалармен жұмыс жасауға болады. Ол өз кеңсемізді ашуымызға және бүкіл әлемде жұмыс істеуімізге болады. Қиындықтарды білу дайындалудың бір бөлігі деп, осы мамандықтың да бір кемшіліктерін айта кететін болсақ, ол ең алдымен ұзақ оқу мерзімі. 5-6 жыл бакалавриат, одан соң магистратура. Бұл ұзақ уақытты және үлкен қаржылық ресурстарды талап етеді. Жоғарғы жауапкершілік, адамдардың қауіпсіздігі біздің қолымызда болады. Қателік, құрылыс сапатына әкелуі мүмкін. Жобаларды ұзақ күту, клиенттермен қиын келіссөздер, үздіксіз білім алу қажеттілігі және алғашқы кездегі тәжірибе жинау қиын болады. Және есте сақтайтын әр мамандықтың өз кемшіліктері бар. Ал осы кемшіліктерді жеңу ол адамның өзіне байланысты. Білім алу орындары ең алдымен шетелде, яғни Мәскеу, Санкт-Петербургтағы еселік жетекші сәулет мектептерін айтуға болады. Одан соң Еуропа университеттері, Лондондағы, Германиядағы және Италиядағы Политехника де Милано деген университет бар. Ал ақш университеттеріне Харвард, Колумбия әлемде ең үздік сәулет мектептері жатады. Қазақстанда Алматы қаласында Қазақ ұлттық аграрлық университеті, одан соң Қазақ сәулет құрылыс академиясы, сосын Нархоз университеті бар. Осы жоғары білім оқу орындарына түсу үшін бізге қажетті болатын пәндер сызу, математика, физика, информатика, тарих және ағылшын тілі. Жұмыс істеу салалары. Архитекторлар қайда жұмыс істей алады? Олар жеке тұрғын үй жобаларында, яғни коттедждер, виллалар, таунхаустар, жеке тапсырыс берушілермен жұмыс жасай алады. Қоғамдық ғимараттардың эскиздерін салуға атсалысады. Қала құрылысына және ландшафттық дизайндарда жұмыс істей алады.
және де мұрағаттық және реставрациялық жұмыстармен де айналысуына болады. Архитекторлар мамандығындағы карьералық жолы. Ең алдымен олар архитектор практикант болады 2 жыл ішінде. Одан соң дәрежесі өскеннен кейін архитектор деп аталады. Кейін тәжірибесі 5 жылдан асқаннан кейін бас архитектор деген атақ беріледі. Еңбек нарығындағы сұраныс. Қазақстанда жылына 500-ден астам жаңа жобалар пайда болады. Бұл архитекторлардың сұранысын үлкейтеді. Және құрылыс саласында белсенді даму болып жатырғандықтан Қазақстанда жыл сайын мыңдаған жаңа ғимараттар салынады. Осылар архитектордың маңызды мамандық екенін дәлелдейді. Назарларыңызға рахмет. Рахмет. Архитектор бұл баршылықта жобалайтын, қала пейзажын өзгертетін, адамдардың өмір сапасын жақсартатын ерекше мамандық деген қорытындыға келе аламыз.